Мүлік иелері бірлестігінің құрылуы. МИП – бұл әрбір үйдің бөлек кондоминиум құруы. Бірлестік құру үшін тұрғындар жиналыс өткізіп, дауыс беру арқылы үй кеңесін құрады. Оның құрамындағы 3-4 адам кондоминиум мүлкін басқару ісінде тұрғын үйден гөрі пәтер иелерінің мүддесін қорғайды. Тап осы жиналыста тұрғындар төрағаны таңдайды. Әрі қарай жарғы қабылданады. Сайланған төраға МИП-ті тіркеу құжаттарын дайындауы тиіс. Жетекші жаңа заңды тұлғаны тіркеу үшін барлық құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы аймақтық әділет органына жібереді. Төраға 10 күннің ішінде egov.kz портал арқылы мүлік иелері бірлестігін мемлекеттік тіркеу туралы анықтама алады. Болашақта тұрғын үйдің ахуалына төраға жауапты болады.